Bir қарындасым анасын сағынып хат жазыпты. Сол хатты айтып көрейін. Bir хатым бар. Жазғам оны анама. Хат деп досым мазақ етіп қарама. Бұл хатты тек ғашықтар жазыспайды, жазады екен анасына балада. Бұл хатымды кім жеткізет анама? Ұшақ ұшып мен айтқанға барама. Жақын болар мен айтардың жолынан, жер жүзінен алыс болған қалада. Жеткізетін бұл хатты ойма, әлде санама. Теңіздесем қалмас бекен жағада. Жүрегім уақыт берсе дауыстап, мүмкін жетер жазған хатым анама. Сәлем ана, қалың қалай анашым, күндер өте сағындырып барасын. Күлім деген ана көріп жүзіңді, сағыныштың қашан басам қарасын. Көктен ана, сен мені көресің бе? Көрсең айтшы, сағынышты сезесің бе? Сезсең ана жүрегімнің ызғарын, аяп мені бір рет болсын келесің бе? Уа жаратқан, жіберші маған анамды, көріп жүзін емдейінші жарамды. Жіберудің амалы жоқ болса шын, мені жеткіз, алып менің жанымды. Біздер жақта жарық жоқ па білмеймін, түнек қара жарықты мүлде көрмеймін. Жарық болып алдыма ана сен келсең, бұдан өзге арманмен өмір сүрмеймін. Естідің бе ана жазған хатымды? Естідім деп шығаршы қане тәттінді. Келіп маған айтарың бар ма анашым? Бар болса егер, асыға күтем сол күнді.